Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді қызыл қуырдақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз, тұз, сұйық май, су, картоп және де ет қажет болады. Етімізді жақсылап тұрып жуып, турап аламыз. Көріп отырғандарыңыздай менде қабырға бөлігі, яғни қабырғаның етті бөліктерін алып, бөліп шықтым. Одан әрі картопқа кірісеміз. Картопты видеода көрсетілгендей, менде кішкентай картоп болған соң, осындай жарты бөліктерге бөліп алдым. Кейбіреулер үлкен болғандықтан, оларды да жарты бөліктен бөліп алдым. Одан әрі пиязымызды тураймыз. Қызып тұрған табаға майымызды құйып аламыз. Менің жағдайымда көз мөлшерімен бір шөміштей құйдым. Одан әрі жақсылап қыздырған соң етімізді салып бастаймыз. Видеода көрсетілгендей, етіміз осылай қызып тұрып, жақсылап қызару керек. Жақсылап тұрып бірден араластырамыз, табамыздың түбіне жабысып қалмау үшін етіміз. Одан әрі жақсылап араластырып аламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай жақсылап қызарды етіміз. Одан әрі тұздап, қажетті мөлшерде араластырып аламыз. Сосын оған су құямыз. Міне видеода көрсетілгендей еттің мөлшерімен бірдей етіп су құйдық. Міне біз отымызды бәсеңдетіп қойдық. Осындай орташа сарында етімізді бұқтырып аламыз. Міне достар, біздің суымыз тартылды. Одан әрі пиязды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін, оны жақсылап тұрып араластырып, жаймендеп картоп қоса бастаймыз. Жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып, өз суына бұқтырып қоямыз. Міне біздің картопымыз қызара бастады. Жақсылап араластырып болған соң, бетін қайтадан жауып қоямыз. Міне біздің картопымыз жұмсара бастады. Енді ол жақсылап қызарып алған соң, араластырып, тұзын қосып, одан әрі аз мөлшерде су құйып, бәсеңдетіп отты, бетін жауып, піскенше күтетін боламыз. Міне достар, біздің қуырдағымыз өте керемет болып шықты. Дәмі де тіл үйреді. Картопы да өте жұп-жұмсақ, еттері де өте тәтті болып шықты. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Ас болсын.